Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер өте жұмсақ болып шығатын және де дәмі тіл үйіретін синнабон тәттілерін дайындайтын боламыз. Алдымен видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Құрамын төмендегі описаниеға қалдырдым. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер және де комментарийға жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: жылы сүт, еріген сары май, қопсытқыш, қант, бір жұмыртқа, ұн және де аздаған тұз қажет болады. Алдымен жылы сүтімізді табаға құйып, одан кейін сұйық майымызды, қопсытқышымызды, қантымызды салып, және де шым-шым тұзымызды салып, жақсылап біркелкі араластырып алатын боламыз. Одан соң бір жұмыртқамызды салып, жұмыртқамыздың массаға еніп кетуінше жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді біз ұнымызды біртіндеп сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде сүтіміз жылы болуы қажет, салқын болса тестамыз көтерілмей қалуы мүмкін, және де еріген сары майымызда жылы болуы қажет, қатты ыссы болып кетпесін. Мінеке, бізде қамырымыз дайын болды. Енді біз осыны бетін жауып, жылы жерге 40 минуттай қоятын боламыз. Мінеке, бізде осындай болып көтеріліп шықты. Енді бізге салмасына еріген сары май және де қант, корица керек болады. Қанттың қоңыр түрі болса, жақсы үйлесіп кетеді. Енді біз ұнымызды сеуіп, қамырымызды алып, жақсылап оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Айтпақшы, айта кетейін, бұл 4-5 адамға арналып жасалынды, сондықтан сіздер көбірек жасағыларыңыз келсе, құрамдарын бірге-бір көбейтіп жасай бересіздер. Жайылған қамырымыздың үстіне еріген сары майымызды жағып шығамыз. Және де бір ыдысқа корицамыз бен қантымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырып алып, қамырымыздың үстіне сеуіп шығатын боламыз. Мына жерде дұрыс көрінбей қалыпты. Менде корица мен қантты араластырып жатырғаным. Осылай қолымыздың көмегімен шеттеріне, бәріне дұрыстап осылай жағып шығатын боламыз. Енді рулет тәріздес етіп ораймыз. Оралған синнабондарымызды осылай кесіп шығамыз. Бұл жерде мен көз мөлшермен өлшедім. Шамамен 5-10 мм-дей болады арасы. Мінеке, бізде осындай болып шықты. Сіздерге айта кетейін, мен Покланның для выпечки бумагасын қолданамын. Бұл өте керемет, жабыспайды. Сондай өзіме Покланның өнімдері қатты ұнайды. Сіздерге де осыны қолданып көруге кеңес етемін. Кесілген синнабондарымызды осылай табамызға арасын алшақ етіп орналастырып шығамыз. Орналастырып болған соң бетін матамен жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қоятын боламыз. Мінеке, менде осындай болып көтеріліп шықты. Енді біз осыны 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз, шамамен 30-35 минутта. Міндетті түрде пешімізді әбден қыздырып алатын боламыз. Енді салмасына кірісейік. Бұл жерде творожный сыр мен сары май. Осыны біркелкі болғанша жақсылап араластырып алып, үстіне қант сеуіп, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша үстіне сливке қоссаңыздар да болады, бірақ бұл қажет емес.
Мінекей біздің синабондарымыз дайын болды. Енді біз манағы дайындаған салмамызды осы ыссы күйінде синабонымыздың бетіне жағып шығамыз. Кішкене көбірек жағыңыздар, өйткені ортасына сініп еритін болады. Мінекей біздің синабондарымыз дайын, өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты. Шаймен ішкенге өте керемет болады. Егер де сізге мені видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіз, және де келесі рецепт қандай болғанын қалайсыз комментария жаза кетіңіз. Инстаграм парақшама тіркеліп, қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Дәл видеодағыдай жазсаңыздар, парақшам шығады.